Тәуелсіздіктің бесігі Алматы деген еді елбасымыз бір сөзінде. Өйткені дәл осы шаһарда біздің егемендігіміз жарияланды. Рас, Алматыда урбандалу үздіксіз жүрді. 21 жылдың ішінде 30 шақты қала маңы поселкілері 22 шағын аудан болып сапқа қосылды. 2008 жылы Алматының 6 әкімшілік ауданы жаңадан құрылған Алатау ауданымен толықты. Сонымен Астанада басталған алғашқы сапар Алматыда жалғасын тапты. Тәуелсіздік алған жылы қала тұрғындарының саны 1.200.000 еді. Қазір ресми статистика бойынша 1,5 миллион, ал кейбір дерек көздеріне сенсек 2 миллион халық тұрады. Аумағы да айтарлықтай ұлғайды. Алматы 1929 жылдан 1997 жылға дейін саяси орталық болды. Астана арқаға ауысқан соң 2001 жылы облыс орталығы мәртебесінде Талдықорғанға ұсынып, саяси картамыздан республикалық маңызы бар қос қаланың бірі ретінде орын алған жайы бар. Дегенмен, облыс осы Алматының атымен аталады. Алматы десе, Алатау еске түседі. Көктөбе келеді көңіл төріне. Алматының иісін аңсайтындар бар. Сосын әрине Алматының ассоциациясы көшедегі кептеліс. Дегенмен қазір қаланы қоршай орналасқан айналма жол, яғни Әл-Фараби Рысқұловқа, Рысқұлов Сайынға, ал Сайын қайра Әл-Фарабиге ұласып, біраз мәселені шешіпті. Қаланың бір басынан екінші басына осы жол арқылы 20-25 минуттың ішінде жетіп баруға болады. Енді сол Алматы облысының бір қатар аудандарын аралай отырып, қазіргі орталық Талдықорғанға қарай жылыстаймыз. Мұнан соң Көкпек жазығын көктей өтіп, Кетпен тауының күнгейіне іліктік. Қазіргіше айтсақ, Райымбек ауданының территориясы. Орта мөркі, шет меркі, қарқара мен жалаңаш, жердің көркі ай деп келетін әйгілі әнде айтылған үш меркінің тұсында тұрмыз. Мынау жатқан қысы жазы басынан қар кетпейтін күнге Алатау, ар жағы ыстық көл, қырғыз жері. Ал жалғасы Талғарға дейін тіреліп, Алматыдағы Іле Алатаумен астасып кетеді. Тау сілемі шығысқа қарай биіктей береді. Қазақстанның ең биік нүктесі Хан Тәңірі осы тау жүйесінде, Қытаймен шекараға жақын маңда орналасқан. 7010 метрлік мұзартшың кейбір тынық күндері көзге анық шалынады. Дегенмен көп ретте мұны артып, буалдыр бұлт арасында тұрады. Шырайлы шәлкөде, теріс аққан текес, қарасаз. Бәрі осы таудың қойнындағы жерлер. Жағдай жар берсе, Мұқағали мен Бердібектің туған ауылдарына табан тигізуге болады. Бірақ біз берден қайттық. Бағдарымыз өңірдегі ең ірі жобалардың бірі Мойнақ су электр станциясы. Оған дейін әлі шамамен 15 шақырымдай жол. Ал мынау сол Мойнақ үшін арнайы жасалған Бестөбе су қоймасы. Бұл жерде Бестөбе су қоймасы туралы аз көп ақпарат жазылыпты. Мысалы, бұл қойманың салынуы 1985 жылы басталып, тек 2011 жылдың қазан айында аяқталды. Бұл қойманың толық сыйымдылығы 238 миллион текше метр екен. Бұл дегеніміз 240
миллиард литр дегенді білдіреді. Қызық үшін есептеп көрсек, бұл қойманы толығымен толтыру үшін бізге 3 литрлік банкіден 80 миллиард дана керек екен. Қысыр сөз күлмекке жақсы. Қойманы толтыру үшін ешқандай банкінің қажеті жоқ әрине. Тау өзені тартылмаса болды. Неге ұзақ салынды дегенге келсек, негізі ұзақ салынған жоқ. Тек кеңес өкіметі кезінде құрылысы басталып тоқтап қалған. Ағат, бұл қойма қай өзеннің бойына салынған сонда? Талғат, бұл Бестөбе су қоймасының ұзындығы 16 шақырымды құрайды. Ені 1 шақырымға жуық, тереңдігі 80 метрге жетеді. Су бұл жерге жиналғаннан кейін, мынау бас су жинау құрылғысынан 9 шақырым жер асты туннелімен Мойнақ су электр станциясына барады. Ғасыр құрылысы аталған Мойнақ су электр станциясы 2011 жылы іске қосылды. Міндеті оңтүстік өңірді қуат тапшылығынан құтқару, энергетикалық қауіпсіздігімізді нығайту. Бұл тұрғыдан келгенде ол ғасыр жобасы атына әбден лайық. Мынау жаңағы Бестөбе су қоймасы. Біз оны Мойнақ су электр станциясындағы компьютерлік басқару орталығынан бақылап отырмыз. Су қоймасынан 9 шақырымдық құбыр арқылы құлаған су осындағы 2 бірдей генераторды шыр айналдырып 140 мегаватт электр қуатын өндіріп жатыр. Гидрогенераторлар дәл қазір 50%-дық қуатта тұр. Турбиналарды 100% ашқанда 300 мегаваттқа жеткізуге болады. Бестөбе биікте, Мойнақ еңісте. Басы кең, аяғы тар қос құбыр арқылы 9000 метр ұзындық, 500 метр биіктіктен секундына 37 000 литр қысыммен аққан су қалақшаларды қозғалысқа келтіреді. Осы кинетикалық энергияны электр энергиясына айландыру арқылы станция жылына 1 миллиард 270 миллион киловатт сағат қуат өндіреді. Салыстыру үшін айтсақ, тұтас Алматы облысының бір жылда тұтынатын энергиясы осы шамадан аз ғана артық. Биылғы жылғы планымыз өндіретін электр энергиямыздың жоспары 491 миллион киловатт сағат. Жалпылы түсінікті болу үшін мынау өндірген электр энергиямыздың қуаты 16 ауданның электр жарығымен, жылуымен бәріне қамтамасыз етуге жетеді. Біздің Қазақстанның қазіргі егемендік алғалы беріге алғашқы қуаты үлкен су электр станциясы болды. Әл-Қисса 2000-мен еңбек етіп, энергетикаға үлес қосып шыққан тау суы қайтадан Шарын өзеніне қосылады. Шарынның төменгі ағысы әйгілі Шарын шатқалы арқылы өтеді де, Жетісудағы ірі өзен Ілеге барып құяды. Демек, біз енді өзен ағысын қуалай жол жүруіміз керек. Шарын шатқалына бару үшін тек жолай ат басын бұрар бір жер бар. Таулы жердің күні қысқа, жол ұзақ. Межелі жерге қас қарая жеттік. Өзен де жоқ симаған арнасына, жылға да жоқ даламен жалғасуға. Таста тұнған жаңбырдың тамшысындай қалай біткен мына көл тау басына. Мұқағалидың осы өлеңі тап мына көлге арналғандай. Бірақ осы көлге арнады ма, басқа суға арнады ма нақты білмейміз. Таң атқан соң біреу кезіксе сұрастыра жатармыз. Көлсай деген көрікті мекен осы. Тау ішіне тұнып тұрған шағын ғана көл. Ұзындығы 1,5 шақырым, ені 250 метр. Бірақ едәуір терең. Кей жерлері 72 метрге жетеді. Бұл көлдің біз білетін ерекшелігі мынау. Мұнда ешбір өзен құймайды. Су тау бұлақтарынан жиылған. Сондықтан да жазды күннің өзінде сұп-суық болып тұрады. Есесіне тап-таза, тұп-тұнық ішуге жарамды. Яғни Көлсайды бір алып тау бұлағы деуге болады.
бір ғажабы көл бертінде 19 ғасырдың аяғында пайда болған. Өңірдегі қатты жер сілкінісінің нәтижесінде тау жыныстары құлап, өзекте табиғи тоспа түзілген. Сол тоспаға жиылған су кейіннен көлсай аталды. Көлсайда балықтың екі түрі мекендейді. Оның бірі сапар басында өзіміз дәмін татқан патша балық, яғни форель. Бірақ аймақта аң атуға, балық аулауға тыйым салынған. Қазір 2007 жылдан бері парк құрылды, ұлттық парк, мемлекеттік. Содан бері Көлсай көлдері ұлттық парк жұмыс жасайды бұл жерде. Қазір бұл мемлекеттің қарауында, мемлекеттің осы жерде инспекторлары, парктың қызметкерлері жұмыс жасайды осы жерде. Осы көлді сақтап қалу және де тазалығы осы жердің ағаштарын көбейту және туризмді дамыту жұмыстарымен айналысады. Аққулар ұйықтағанда поэмасының кіріспесіне қатысты естіген білгені жоқ бекен деп, түнде туған сауалды да ел нұрға қойдық. Тасқа тұнған жаңбырдың тамшысындай деп айтатыны, енді бұл көптеген жерлерде, осы ауданымызда көптеген жерлерде әсем-әсем келбетті көлдер мен келбетті өзендер, тауларымыз бар. Оны енді Мұқағалидың дәл осы көлге шығарған өлеңі деп айта алмаймын, бірақ енді осындай жақсы бір жерге арнаған өлеңі болу керек. Жаз бойы бұл жерден адам үзілмейді. Бір маусымның өзінде 13-14 мыңға дейін жуық турист келетін көрінеді. Қазір бірақ күн салқындап, адам аяғы басылды. Айтпақшы, бұл өңірде тап осындай көлдің саны 3, бірақ қалған 2-іне тек қана атпен жетуге болады. Ал бізді әлі өзге де сапарлар күтіп тұр. Мына бір жұмбақ кейіптегі сұлулық жер бетінің екі-ақ нүктесінде бар деседі. Бірі осы Шарын шатқалындағы аңғар, екіншісі ақштағы үлкен Колорадо каньоны. Айнадай айдыны, жайқалған желегі болмаса да, қараса көз тоятын жаратылыстың сұлулығы шынында да жұмбақ. Құдды тегіс жер екіге айырылып, ортасында осы бір тереңдігі 300, ені 80 метрлік жыра пайда болғандай. Шарын шатқалының ұзындығы шамамен 15 шақырымды құрайды. Теңіз деңгейінен 1000 метр биіктікте жатыр. Шатқалдың мұнда ерекше көрініске ие болу тарихына байланысты нақты тұжырым жоқ. Әйтеуір мына тастардың айрықша пішіндері көрген жанды қайран қалдырады. Сәл-пәл қиял қосқан адам бұл тастардан түрлі бейнелер көре алады. Ұшқалы тұрған үйрек, секіргелі тұрған құрбақа, ұйқыдағы батыр, апатқа ұшыраған кеме. Оның бәрі әрине елестетуге байланысты. Содан бекен ертеректе жергілікті тұрғындар бұл жерді Сайтансай атапты. Ал Шарын атауы кейіннен шатқалдан өтетін өзеннің атына сәйкес қойылса керек. Бұл шатқалдың жынысы да қызық. Алыстан қарағанда алып тас болып көрінгенмен, жақындап келсеңіз, бір-біріне қосылған қиыршық тастардан тұратынын көресіз. Кәдімгі жартастарда ең құрғанда мүк өссе, мұнда түк өспеген. Ғалымдар шатқалдың шөгінді тау жыныстарына 30 миллион жыл береді. Су астында болды дейтінде дәйектер бар. Жыл сайын мамыр мен қазан аралығында туристер толастамайды. Әсіресе шетелдіктер. Қара күздің мол ортасы болса да, біз келгенде осында бір топ жапондық, арасында зейнет жасындағы қариялар көп.
табиғатты тамашалап жүрді. Дегенмен Шарын ұлттық паркінің басшылығы мұнда демалыс аймақтарын, сауда нүктелерін салуға тыйым салып отыр. Аймақтың өзіндік табиғи ерекшелігін сақтап қалу үшін, табиғаттың шырқын бұзбау үшін. Біздіңше өте құптарлық іс. Шатқал соңы жайпақтанып, өзегі кеңейіп, өзен жайдақ арнаға шыққан жерде Шарын ерен тоғайы басталады. Шектен шыға мақтанғандық емес, мұндай тоғайда жер бетінде тек Канадада ғана бар. Ерен тоғайдың ерекшелігі сол, реликт өсімдігіне жататын, яғни 5 миллион жыл бұрынғы палеоген кезеңіне тән соғды еренінің топталып өсіп, көбеюі. Бүгінгі таңда бұл орманды алқап 5000 гектарға жетіп отыр. Бұл Қытай емес, бірақ Қытай шекарасына жақын өңір. Біз қазір Жаркент қаласындағы 125 жылдық тарихы бар көне мешітте жүрміз. Мешіт екені ай белгісінен ғана танылатын қызықты құрылыс 1887 мен 92 жылдар аралығында салынған. Сәулетшісі Хон Пик есімді Қытай шебері. Қытай шекарасы Жаркенттен 40 шақырым жерде. Сондықтан жергілікті халық үшін Қытайдан құрылысшы жалдау арзанға түссе керек. 1000 адамға есептелген. Ұзындығы 55, ені 29. Мұнарасының биіктігі 22 метр болатын мешіт ағаштан қиюластыра салынған және құрылысқа бірде-бір шеге пайдаланылмаған. Көксу ауданының аумағы үлкен жолмен емес, шаңдақ сүрлеумен келе жатқан себебіміз малша ауылға мойын бұру. Көлік өте алмайтын жерде жаяу жүруге тура келеді. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкумсалам. Қалыңыз қалай? Жақсы әйбет, құлай деп. Қай жақтың қазақтары? Көксу ауданы Шаңырақ ауылының адамы. Бұл жерде кімнің қоймағы жүрсе? Шаңырақ ауылының малы бұл. Қанша мал? Бұнда 600 бас. 600 бас қойды бағы жүрсіз. Жалғыз өзіңіз? Иә, жалғыз өзім. Ағайынды рұқсат етсеңіз, мен де сіз сияқты атқа мініп көрсем болады ма? Ержан, бергеш. Қалыңыз қалай? Жақсы әйбет. Атыңызға мініп көрейінші? Рахмет аға. Сіздің атыңыз кім? Хамид. Хамид аға, менің есімім Талғат. Хамидтің әңгімесіне қарағанда, Шаңырақ осы өңірдегі ірі шаруашылықтардың бірі екен. 20 отар қойы, 20 шопаны бар. Жалпы шаруашылықтың ұсақ малы 15 мыңның шамасында көрінеді. О баста құрылған шағында Шаңырақтың еншісінде 3,5 мың ғана қой болған екен. 15 жылда 5 есеге көбейту шынында осы кісілердің қажырлы еңбегінің және мемлекеттік қолдаудың жемісі. Енді негізі қой бағу қиын шығар? Оңай зат жоқ. Қой бағу қиын. Осы әйтеуір еңбек жасап, қой бағамыз. Жүні жақсы болу үшін. Қой сені жайлаудан түсіру керек. Қыстан жақсы шығып, көктемде қозы алу үшін күйлір болу керек. Қазақтың ата кәсібін жалқаудың жұмысына балайтындарға бұл жақсы жауап болса керек. Дегенмен еңбектің наны тәтті, 3 баласын оқытып, отбасын үйтіп отырған жайы бар. Басында киіз үйден бөлек баспанасы, жылқыдан бөлек темір тұлпары тағы бар. Айтуынша, өнге 20 жанұя да мал өсірсең, қой өсір, өнім оның
көл көсірді тәмсіл етіп тап-тамаша ғұмыр кешіп жатыр. Сиырлар қай жерде? Сиырлар мына жерде, жақын жерде, бетте жатыр. Жаяу баруға бола ма? Болады, жаяу бару. Онда аға, рахмет атыңызға. Мен ары қарата жол жүре берейін. Сау болыңыз. Бұл өңірдің тағы бір ерекшелігі топырағы құнарлы, суармалы жерлері мол. Шыбық қадасаң, талға айналатын аймақтың өзі. Міне осындай кереметтеріне бола, жер жанаты Жетісу делінсе керек. Жетісу демекші, мына жатқан Көксу Жетісудың жеті өзенінің бірі. О баста Жетісу атауының қай жеті өзенге қатысты шыққанын анық айту мүмкін емес. Жетісуда өзен көп. Жеті өзеннен үміткер суларды санасаңыз, жеті емес 10-нан асып кетеді. Түрлі нұсқалардың ішінде бұл жетілікке талассыз енетіні Көксу, Ақсу, Лепсі, Қаратал және Іле. Қалған екі вакансиядан Аягөз, Тентек, Шу, Талас секілді өзендер үмітті. Кей пікірлер бұл топқа тек Балқашқа құятындары ғана жатады десе, кейбіреулер аймақтан ағып өтетін өзендер де кіреді десіп жүр. Анығын Алла біледі және ата-бабамыз білген. Түптеп келгенде қазақта жеті саны көп сөзінің синоним ретінде көрініс тапқанын ескеріп, жер атауын тура мағынасында емес, ауыспалы мағынасында қабылдағанымыз жөн шығар. Композиторлардың композиторы Шәмші Қалдаяқов, ақындардың ақыны Мұқағали Мақатаевпен бірігіп, жалғыз ғана ән жазған екен. Себебін ғой білмедік, әйтеуір білетініміз әлгі Талдықорған деп аталады. Сол Талдықорған осы. 70-ке толар толмас жасы бар жас қала. Жасыл қала, тәуелсіздіктің 21, облыс орталығы мәртебесінің 11 жылы Талдықорғанның екінші тынысын ашты. Ғылым, білім ошағы, мәдениет пен туризм орталығы ретінде қанатын кеңге жайып келеді. Осы күні халық саны 130 мыңға жеткен. Алматы облысына жасаған сапарымыз Талдықорғанда тәмамдалды. Ендігі бағдар шығыс жұрты. Аққайсың алдымнан аялақтаным, Талдықорған әнім сөңілген, асқар тауларың сенің көрген, алаулатқан еңбектің отын, жаздай жадырап менің еркем. Талдықорған, Талдықорған, аңсаған әнімсің. Семей тарихқа бай қалалардың бірі. Іргесі 1718 жылы қаланған бекініс бол. Сауда-саттық торабы, мәдениет пен білімнің орталығы ретінде бертінге дейін үлкен рөл атқарып келді. Содан да шығар қалада тарихи ғимараттар көп ақ. Ал мынау орталық алаң. Жастар әлде бір қуанышты мерекелеу үстінде. Айтпақшы, Семейді қақ жарып Қазақстандағы ең үлкен өзен Ертіс ағып жатыр. Енді солай қарай жылжимыз. Ертіс басын Қытайдан алады. Ресей жерінде Обь өзеніне құяды. Жалпы ұзындығы 4248 шақырым. Соның 1700 шақырымы менің жерімнің еншісінде. Бұл көпір мынадай болат арқандарға асылып тұр. Қазақстандағы ең үлкен аспалы көпірдің ұзындығы 800 метр. Ортасына келіп тұрсаңыз, көпірдің теңселіп
қозғалып тұрғандығын анық сезесіз. Көпірмен тәулігіне 60-70 мыңға дейін көлік өтеді. ТМД-да жалғыз, әлемде санаулы. Биіктігі 100, ені 35, ұзындығы 750 метр, кепілдігі 200 жыл. Біз қазір Семей қаласындағы бейбітшілік алаңындамыз. Сол жағымызда ядролық сынақ полигонының жабылуына арналған өлімнен де күшті монументі, ал қарсы алдымызда бейбітшілік стелласы. Бір қызығы, бұл жер Түйемойнақ арал деп аталады. Оның себебін алаштанушы Құсміллә Нұрқасым ағамыздан білетін боламыз. Аға, бұл жердің не себепті арал деп аталатындығын айтасыз ба? Тұрған жеріміздің екі жағынан да Ертіс өзені өтеді. Жүсіпбек Аймауытовтың «Ақ білек» деген романында жазылған. Ертіс үлкен өзен, басын Қытайдан алады, Семейге тақағанда сауылы інгендей талтаяды дейді. Сол талтайған жерінде арал пайда болады дейді. Кезінде алаш зиялылары алқа өткізген, әміре әуелетіп ән салған, Мұхтар Әуезов құрған жарыс командасының жаттығу алаңы болған арал. Бүгінде бейбітшіліктің алаңы. Ядролық полигонның жабылғанына 20 жыл толғанда бейбітшілік миссиясы атты халықаралық митинг осында өтті. Әлемде 4-ші қуатқа ие қаруды жоқ, бұны мен пайдаланбаймын деп белмен шешіп тастаған жалғыз патша Нұрсұлтан Назарбаев. Бұған наразы болғандар да болды, бұны қостағандар да болды. Ашығын айтқанда, мұсылман елі міне қарулы ел болдық деп ойлады. Бірақ Назарбаевтың жаңағы көргендігі сол. Оны бүгін әлем дәлелдеп отыр. Сол осы ұлы қозғалыстың басында отырған қазақ еді. Жыл сайын осында жаңағы форум өтетіндер. Сондықтан бүгін міне ел болдық деп жатырмыз. Осындай үлкен митингілер көргенде ойлайсың, ел болдық. Ел болу деген ұлттың үйісі. Белгілі бір идеяға қарай ұлттың үйісі қозғалыс. Бүгінгі күні қазақтың алтын ғасыры деп есептейді. Семейден 180 шақырым жерде ғажайып нүкте бар. Кіндік нүкте. Еуразия кеңістігінің, Еуразия материгінің орталығы. Кіндігі деп таныды осы нүктені ғалымдар. Бірақ бұл аймақтың құны кіндік нүктеде емес, мына тұрған үйде оның кімнің үй екенін түсініп үлгерген боларсыз. Иә, сол Жидебай, Абайдың қыстауы. Абайдың салғызған тұрған үйі. Көшірме демес, жаңғыртпа демес. Сол үйдің нақ өзі. Абай жолындағы салғызушы Айгерім мен Оспан, салушы осы атырапқа белгілі Қораш ұста Төре деген кісі болатын. Ал салыс үлгісін берген Абай өзі еді деп суреттелетін қыстау там. Қазір мұражай болып тұрған бұл үйді Абай атам 1895 жылдың жазында салдырған. 6 бөлмелі, 2 дәлізді, биік, сәнді, әдемі. Тағда Абай жолына жүгінсек, әр бөлменің ұзыны көлденеңін, ішкі қатынас есіктерін бәрінде Абай өзі қағазға сызды деген жолдарды табасыз. Экспонаттардың дені түп нұсқа. Оларды мұражай қызметкері Гүлсара Сұлтанқызы романмен байланыстыра отырып, әдемі түсіндіреді. Кіреберістен сол жаққа қарай ас бөлме. Абай атамыз пештің бәрін қалай қылып үйде салғызады.
Мысалы үшін мына қаланың пешін неге ас бөлмесіне әкеліп салғызды десеңіз, қонағы көп. Абай романда суреттейді ғой. Жидебай, Ұлжан мен Зере отырған үлкен үйге қонақ көп келеді дейді, таңертеңнен кешке дейін ағылып. Сонда үлкен қазанда ет асылып жатады, кішкентай қазанда қуырдақ қуырылып жатады, тамақтың иісімен бу анау жоғары жағындағы бу тартып арқылы сыртқы далаға тартылады. Міне осыған қызығып Абай атамыз өзінің қыстау үйінде қаланың пешін салғызады. Астау туралы айтатын болсақ, Абай романында жазылады ғой. Абай қонағын астау ет тартып, жатақтар астау көжешті дейді. Сол астаумен бүгін біздің көз алдымызда осы Абай мұражай үйінде тұр. Қонақ бөлме ас бөлмеден бөлек. Жиылып алқа қотан әңгіме құрып, түн ауғанша алуан әңгіме айтылатын осында. Түкпірде жұмыс кабинеті, жазу үстелі, кітап сөресі, айна, сағат. Есіңізде ме, Абай романында былай деп суреттелуші еді ғой. Бөлмеге Ұлжан анамыз кірді. Ұлжан Абай атамыздың анасы. Пештің жиегіндегі тұрған тас шамды жағып еді. Міне терезенің алдында тұр. Бөлмеге қызғылт күңгірт сәуле берді дейді. Сол тас шам Абай романында суреттелетін тас шамыңыз міне бүгін біздің мұражайымызда ең бір қасиетті, құнды жәдігеріміздің бірі болып тұр. Тоғызқұмалақ пен дойбыны жақсы көріпті. Есеп комитетінде істеген кезінен естелік. Бұлар да түпнұсқа, тіпті шақша мен протез тісте. Абай атамыздың өзінің беліне таққан белдігін көріңіз, мынау қабырғада ілініп тұр. Абай романында сізге суреттеледі. Абай орта бойлыдан биік, толық, етшенді, денелі деп суреттеледі. Сіз белдігіне қарап, атамыздың толық болғанына көзіңіз жетеді. Одан кейін жаңа сізге кіргеннен айтып жатырмын, 19 ғасырда осындай керемет үй салғызып, бұл қыстау үйі, пештің бәрін қалалық үлгіде салғызады. Сонда осы жұмыс бөлмесіне әкеліп, Абай атамыз неміс халқының пеші Гантра марканы салғызған екен. Сонда Абай атамыз жазуды осындай үлкен үстелге отырып жазған ба? Әрине, Абай атамыз өзінің жазуын, өлеңдерін, қара сөздерін осы өзінің жұмыс столына отырып жазған, өзінің отырған орындығы. Еуропаша пеш әрбір бөлмеде бар. Жатын үйге голланд пеші қондырылған. Барлық есікті жалғайтын дәліз тектес ортаңғы бөлменің терезесі төбеде. Жарық мол түсу үшін. Ал мынау тошала, соғымға ту биелер сойылып, ет осында сақталады. Ысталып, бапталады. Қабырғаға назар аударыңыз. Үйдің қабырғалары өртең таудың қызғылт тасынан қаланған. Көретін, айтатын нәрсе көп. Әр кірпіші, әр тасы бір қораңыз деген осы да. Өз заманынан озып кеткен Абай әлемі біздің де көз ұшымызда ұзап барады. Тәуелсіз ел болып тамырымызға тартпағанда одан мүлде адасып қалар ма едік. Міне, өр Алтайдың сілемдеріне де табан тіредік. Ертісті бойлай шығысқа қарай жүрсеңіз, Семейден 200 шақырым жерде сол Алтайдың етегіне Өскемен шаһары жатыр. Түтіні будақтаған мұржалардан-ақ Өскеменнің өндірісті қала екенін айтпай білуге болады. Өңір түсті металлургиядан көш басында келеді. Шығыс Қазақстан облысы өнеркәсібінің 50% осы қалада шоғырланған. Аймақтың ғана емес, әлемнің әйдік зауыттарының бірі Казцинк. Мырыш өндірісінде қазір жаһанның алғашқы жетілігіне енеді. Енді 5-ші сатыны меже тұтып отыр. Дүние жүзінде өндірілетін барлық мырыштың 5% осы өндіріс кешеніне тиесілі. Жылына 180 мың тонна. Жалпы Казцинк қарамағына түсті металлургия мен энергетика бағытындағы 17 кәсіпорын қарайды. Қорғасын, мырыш, мысты былай қойғанда, мұнда жылына 99 сынамалы 7 тонна алтын, 300 тонна күміс құйылады.
Өскемен Азия автозауытын білмейтін адам аз шығар, әсіресе Нивасын. Жай адамды былай қойғанда, әрбір ауыл әкімнің астында су жаңа Нива жүр қазір. Зауыт 2002 жылдан бастап жұмыс істейді. Биыл 10 жылдығы. Осы 10 жылдың ішінде мұнда 23 мың Нива шығарылыпты. Адамдар 2 ауысым бойынша жұмыс істейді, сөйтіп тәулігіне 22 Нива шығады. Яғни бір Ниваны бастан аяқ дайын етіп шығаруға шамамен 1 сағат жұмсалады екен. Азия Авто Нивадан бөлек тағы 3 марканың көлігін жинайды. 2005-те Шкода, 2007-де Шевролет, 2010 жылы Kia құрастырыла бастады. Сонда бас аяғы 19 модель. Қазір бәрі де Қазақстан көшелерінде жүйткіп жүр. Министрлердің астында да осы көлік. Ал мен қазір Сұңғат Алтайқанұлымен 2013 жылы сатылымға шығатын темір тұлпарлардың арасында жүрмін. Не себепті Ниваның шанағы дейміз ғой, кузовы өзгермейді. Мысалы, егерде ол өзгерсе, бәлкім сұраныста артатын бет кім біледі. Нива 7 жылдан бастап шығып жатыр Ресейден АвтоВАЗ заводына. Енді соған қарамастай, содан бастап сұраныс өте биік. Сол үшін Ниваны пока өзгертпей жатыр. Енді АвтоВАЗдың план бойынша 2014-2015 жылы кузовты өзгерту. Зауыт 2011 жылы 8000 көлік құрастырса, биыл көлемді 2 есеге ұлғайтқан. Енді 2013 жылы 35000 машинеге тәуекел етіп отыр. Бейнелеп айтсақ, Римнің ішіндегі Ватикан секілді Өскеменнің дәл ортасында өзімен өз жатқан бір ауыл бар. Мынау сол ауылдың орталық және жалғыз көшесі. Бұл ауылда 16 үй бар. 16-сы 16 түрлі, бірін-бірі қайталамайды. Бұл ауыл этноауыл. Қазақстанда тұратын негізгі ұлттардың қоныс тұрақтарынан тұратын аспан асты мұражай. 7 гектар аумақты алып жатқан ауыл мұражайдан 13 ұлттың өмір салтымен, тұрмыс стилімен танысып шығуға болады. Мысалы, мынау кәріс үйі. Кәріс сериалдарынан күнделікті көріп жүрген сырғымал есіктер, биіктетілген еден, және ағашты терезелер. Ал ауласында не бар екен? Ал аулада әзілдеп айтсақ, Hyundai'дың ең алғашқы үлгісі тұр. Әр үйдің құрылысында, интерьерінде ұлтқа тән ерекшеліктер сақталған. Поляк үйінің барлық бөлмесі бір-бірімен байланысып жатады. Еврей қонысында бөлмелер тізбектелі орналасқан. Кіреберістен ас үйге, ас үйден қонақ бөлмеге, одан жатын үйге өтесіз. Түркі халықтарының баспанасы кеңдеу келеді, сосын көбіне бірнеше отбасыға лайықталады. Яғни ата-ана, келін бала бір шаңырақ астында өмір сүреді. Тау халықтары, славян нәсілі, бәрі-бәрінің өздеріне ғана тән ерекшеліктері жетерлік екен. Этно ауылдың құрылыс жұмыстарына 4-5 айдай ғана уақыт кеткен. Есесіне үй ішіндегі заттарды жинауға, оларды ғылыми негіздеуге қыруар еңбек жұмсалған сыңайлы. Қазір экспонаттардың саны 50 мыңнан асады. Ауыл басында ел иесі қазақтың қоныс тұрағы орын тепкен. 12 қанатты киіз үй, тас мал қора,
Ақтаудағы Қоржынтам. Ал мынау 18 ғасырдағы дәулетті қазақтың үйі. Өзіміз көрген Жидебайдағы Абай үйінің үлгісінде салынған. Аралаған адамға этноауыл жағымда сер береді. Осы сезіммен Өскеменнің өзін шарлап кеттік. Ертіс, Жағалау, Аллея, жаңа мешіт, өндірістік қала делінетін Өскеменнен де нәзіктік байқалады. Қатал тақтық образы қазақы, жайлы, ауанға айналып үлгерген секілді. Міне, менің жерім осындай. Әзірге оның бір пұшпағын оңтүстік шығысы мен шығысын ғана жүріп өттік. Онда да аяқ жеткен жерді ғана аралап, тіл жеткенше ғана тамсан алдық. Артық кемі болса, айыпқа бұйырмассыздар. Шіркін, Оралханның өр алтайына барып, Қатон Қарағайды аралап қайтқанда мазмұнымыз молая түсермеді. Дегенмен, менің жерімнің теңдессіз сұлулығын қапысыз жеткізу үшін бірінші серияның соңын Алтайдың ажарымен тәмамдаймыз.